Кез келген істе, ол кәсіп болсын, немесе жалдамалы жұмыс болсын, бір орында тұрып қалмай масштабтану маңызды, өте маңызды. Бірақ сол масштабтың кілті білімің мен талантың емес. Масштабтың кілті сен сол масштабқа өзіңді қаншалықты лайықты санайсың, міне сол. Ойлауың мүмкінсің, мен қалай өзімді лайықты санамаймын. Маған ақша келсе, мен сол ақшаны өзіме жояр едім және қоғамға пайдамды келтірер едім. Бұл қалай деген мәселелер болады ойыңда. Бұның тамыры балалық шаққа апару мүмкін. Мысалы, мамаң, папаң немесе жалпы қоғам сені көрші баланың баласымен салыстырды. Яғни, қалай кетті ол көрші баланың баласымен, немересімен, біреудің. Яғни, ана Ерболға қарашы, ұқыпты, таза жүреді. Сенде бағдарлама жазылады. Яғни, мен сол Ербол сияқты керемет үлгілі бала болуым үшін мен де сондай таптаза жүруім керек. Яғни, сен өзіңе шарт қойып қойдың. Қазір сен лайықты емессің, тек Ербол сияқты болсаң ғана лайықтысың деген мәселе. Сол бағдарлама есейе келе сенен кетпейді. Сол бағдарлама бейсаналы түрде саған әсер етіп тұрады. Жұмысыңда жүрсең де, кәсіп қылсаң да. Мысалы, айына 300 мың теңге алып жүрсең, жұмысыңда бірнеше ай немесе бірнеше жыл бойды болды. Бірақ сен әлі өспей жүрсің. Қанша тыпырласаң да табысың өзгермей жатыр. Бұл сол бағдарлама. Сен тыпырлай бер, әр қарай аса алмайсың. Себебі лайықты емеспін деген бейсаналы бағдарлама тұр. Кәсіпте де сол. Енді бұл бағдарламаны өзің анықтай алмасаң, маған хабарлас. Мен сол бір консультация барысында немесе бір айлық курс барысында сол бағдарламаларды анықтап, тамырын үзіп, қолыңа беремін. Әр қарай оны жейсің бе, басқасын қыласың ба, өзің білесің. Уақытың мен ақшаңды босқа құртқанша маманмен жолық. Мүмкін мен, мүмкін басқа. Бірақ жүрегіңді тыңда, сол жүрегің қай маманға алып барады, сол маманмен жұмыс жаса. Менің саған кеңесім, масштаб сол кезде болады. Яғни түп санаңдағы бағдарламаны анықтап, сол арам шөпті жұлғанда ғана.